Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli bolalar. Biz sizlerden birge Allah'ın sevgisi bolsa İmam Ahmad Dardir rahimahulloh taalaning Tuhfatul Ikhwan atlı kitabını okuyup bolamiz. Aytganımızda bu ilim balagha ilimi, көркем сөз сөйлеу ілімі, көркем сөз сақтау ілімі, соған қатысты біз соның арасында балағ ілімі баршамызға беру ондай негізі үш үлкен баптан тұрады. Біріншісі ол ілмул маани, екіншісі ілмул баян, үшіншісі ілмул бадиғ деп аталады. Осы ілімнің ішіндегі біз талдайтын бөлім ол ілмул баян деп аталады. Ілмул баян ілімі негізінде өзінің ауқымы жағынан үш ірі тақырыпты қамтиды. Teşbih, macaz, sonuna kadar işte istiarası var, sonuna kadar kinayeni biz kamtıp ötетін bolamız. Olay olsa balagh ilimine kirmestен bұрын biz bilmemiz gerek. Balagh ilimi негізінде үш үлкен бөліктен тұрады. Негізгі үш үлкен бөліктен тұрады. Біріншісін айтсақ болады. Balagha деген кезде үш үлкен ілімнен тұрады. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі. Біріншісін айтайық ілмул баян деп. Біз сіздермен бірге өтіп жатқан ілім ол ілмул баян. Екіншісі ілмул маани. Үшіншісі ілмул бадиғ деп аталады. Үш түрлі бөлімі бар. Ілмул баян, ілмул маани және ілмул бадиғ. Әрқайсысы айырмашылық қандай деген кезде біріншісі ілмул баян. Біз ретке өтетін болсақ, ілмул баян бұл сөздердегі тікелей мағына, ауыспалы мағына, немесе жасырын мағына осыларды қамтитын ілім. Оны бізде ілмул баян деп аталады. Ілмул баян астында бірнеше бөлік қамтсақ болады. Ол тәшбих, ұқсату, мәжаз, ауыспалы мағына, немесе осы мәжаздың астында истиара жасалады. İstiara, ayırmaçlığını баяндайтын боламыз. Сонымен қатар мына кинаяны айтсақ болады. Киная. Осылайша баян ілімін негізі өзіміз үшке бөліп қарастырсақ болады. Тәшбих, сонымен қатар киная, мәжаз, истиара. Осылар ілмул баян ішінде негізі қарайтын тақырыптар осы. Ал енді ілмул маани нені қарайды десек, ілмул маани негізі қарайтыны ол фасаха мәселесі болсын. Көркем сөз сөйлеуші қандай сөздер керек. Кейін арада кіретін болса, муснат дегеніміз не, мусар илейх дегеніміз не, қосыр дегеніміз не, ары қарай жумла хабария дегеніміз не, жумла иншаи дегеніміз не, соларды зерттейтін ілім ол ілмул маани деп аталады. Ал енді ілмул бадиғ дегеніміз не деген кезде, ілмул бадиғ дегеніміз ол сөздердің бір-бірімен үйлесімді болуы. Яғни ілмул бадиғ негізгі мән беретін жайы ол сөздердің көркем естілуі, құлаққа жағымды естілуі, соған сәйкес сөздердің тіркес болуы, немесе бір сөздерден бір сөз бір түбірден шығатын, немесе бірдей әріптер сөздердің бірақ әрқайсысын мағыналарын өзгеріп кезде қандай мағына береді. Мысалы үшін йаума тақуму саа, қиямет күні ақирет болған сәтте ля тақуму саа, сағат болмайды. Бұл жерде мысал үшін айтатын болсақ, йаума тақуму саа, қиямет бол. Бірінші саға деген сөз қиямет бензеп тұр. Екінші саға болатын болса, бір сәтті бензеп тұр. Сол себепті осындай сөздердің бір жерден андай мағына береді, бір жерден андай мағына береді деп зерттейтін ол ілмул бадиғ. Яғни ілмул бадиғтың өзі айтып тұрғандай сөзді көбінесе сөздерді көркейтуге, әсемдеуге, безендіруге бағытталған жай. Олай болатын болса, осы ілмул балағаны оқыған кезде біз осы мәселеге көңіл бөлеміз. Әйтсе дағы ілмул балағаның ішіндегі ең кең таралған ілмул баян ілімі. Не себепті десек, ілмул баян бізге өте көптеген Құран аяттарының және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистердің тіпті керек болса усул фиқта кейбір қағидаларды түсінуге өте маңызды. Сонымен қатар біздегі фиқ баптарындағы келетін талақ мәселесіне келетін жайттар, сонымен қатар китабул айман, яғни ант баптарында өте көптеген мәселе осы мәжаз, киная, сарихтар түсінуге негізделген. Олай болатын болса, біз айтамыз, осы балағ ілімі ауқымы кең болса да, соның арасында біз қайсыны аламыз, тек қана баян ілімін алатын боламыз.
Олай болмаса ilmul баян. Ilmul баянға тоқталатын болсақ, ilmul баян жаңа айтқандай тәшбих, мәжаз, истиара, киная. Біз осы баптармен тоқталатын боламыз. Бірақ шейх, яғни имам Ахмад Дардир рахималлаху тағала бұл кісі тәшбихті айтып өткенмен, бірақ кітапта ол жерге сөз қозғамаған. Истиара деп сөз қозғамаған, бірден мәжаз және соған қатысты үкімдерді таныстырып өткен. Біз кішкене болса да осы мәселені түсіну үшін артқа шегіліп, яғни кітапта кездеспеген, бірақ сонда да бізге толық суретті қалыптастырып көмектесетін мәселесін қозғай өтуіміз керек. Тәшбих мәселесі. Тәшбих ол араб тіліндегі өте жиі қолданатын сөздер есептелінеді. Тіпті күнделікті өмірде, Құран аяттарында немесе арабтың өте көп өлең шумақтарында осы тәшбихті қолданады. Тәшбих дегеніміз бір затпен ұқсастыру, салыстыру. Мысалы ең көп келетін мысалдар айтатын болсақ, Мұхаммад кәл әсәд фи шужаати. Мұхаммад батырлықта арыстан сынды, немесе арыстан сияқты деген сөз қолданды. Осы жердегі егер біз ережені талқылайтын болсақ, тәшбих ілімінен немесе ilmul баян ішінде тәшбихтің ережені талқылайтын болсақ, бізде бірінші келген Мұхаммад деген сөзі бізде мушаббах дейді, яғни ұқсатылып жатқан зат дейді. Кә деген сөз әдәт тәшбих дейді, ұқсататын құрал, яғни кә деген сөз сияқты деген сияқты. Әсәд болса мушаббах бих, не нәрсе соны ұқсатады, соны бізде мушаббах бих деп айтады. Ал фи шужаати болса уашки шабах, қай жағынан ұқсайды, яғни Мұхаммад пен Асадтың арасындағы ұқсастық қай тараптан? Ұқсастық қай тараптан? Осыны біз дейді уашки шабах деп айтады. Олай болатын болса бізде балаға іліміндегі ilmul баян болса, сол ilmul баян ішінен тәшбих ілімі негізі 4 бөлікті қамтиды. Баяндағандай біріншісі мушаббах, екіншісі мушаббах би, әдәт тәшбих, уашки шабах. Осы төртеуі несбат есептелінеді. Рукундар айтылады, арканы тәшбих айтылады. Әйтсе де осы рукундардың арасындағы ең маңызды болған ол мушаббах және мушаббах би деп айтылады. Мысал үшін Мұхаммад Асад деп айтты. Мұхаммад Асад деген сөз бұл Мұхаммад мушаббах, ал Асад болса мушаббах би. Егер осы екі рукуннан алса тәшбихтен, онда ол тәшбих болып есептеліне береді. Кейбір кезде әдәт тәшбих тұсқауы мүмкін, кейбір кезде уашки шабах тұсқауы мүмкін, бірақ егер мушаббах бих немесе мушаббах екеуінің біреуі тұсқалатын болса, онда біз оны тәшбих деп айтпаймыз. Тәшбих деп айтпаймыз. Мысалы үшін келтіретін мысал айтатын болсақ, бізде Мұхаммад деген сөз бар. Мұхаммад кәл әсәд фи шужаати. Шужаати деген сөз келді. Солай айтатын болсақ, мына бізде мушаббах болады. Мұхаммад бізде мушаббах болады. Кә бізде әдәт тәшбих болады. Асад болса мушаббах бих болады. Фи шужаати деген сөз болса, екеуіне болады уашки шабах болады. Яғни Мұхаммад пен Асадтың қай жері ұқсайтын жер айтамыз, Мұхаммад пен Асадтың ұқсайтын жер ол батырлықта. Олай болмаса кез келген тәшбих болу үшін осылар болу керек. Бұлар әркән тәшбих айтылады. Тәшбихтің түрлері, яғни мушаббах, мушаббах бих, тәшбих, сосын уашки шабах. Енді кейбір кезде әдәт тәшбих тұсқауы мүмкін. Ондай кезде болады. Ол кезде оның атауы тәшбих деп басқа тәшбих өзгереді. Бірақ тәшбихтің шеңберінен шықпайды. Тура сол сияқты уашки шабах тұсқалатын кездер болады. Әдәт тәшбих тұсқалатын кездер болады. Бірақ егер мынау Мұхаммад деген мушаббах деді қой, мушаббах бих Асад дейді. Екеуінің біреуін тұсқалатын болса, онда тәшбих болмайды. Егер екеуінің біреуін тұсқалатын болса, онда тәшбихтен шығады, тәшбихтің алмалашы онда истиара өтеді. Истиара өтеді. Сол себепті истиара дегеніміз, ол егер тәшбихтің екі бір рукун тұсқалатын болса, онда біз тәшбих кешінде истиара атаймыз. Истиараның өзі тасрихия, макния деп бөлінеді. Бірақ біз ол жағынан негізі кірмейміз, тек қана біз сіздерге түсіндіргіміз келетін нәрсе, сіз мәжазға кірместен бұрын осылардың бәрін білуіміз міндетті. Яғни тәшбих дегеніміз не, истиара дегеніміз не. Яғни мысалы үшін айтатын болсақ,
Muhammad деген сөз айттық, Muhammad дедік. Muhammad Асад деп айттық. Muhammadun Асад дедік. Осы сөзді біз естіген кезде, егер тәшбих ережесін алатын болсақ, мынаны мушаббах дейміз. Мушаббах. Мынаны мушаббах бih дейміз. Жарай ма? Енді осы екеуі бар болатын болса, негізі екі рукын осылай екеуі бар болатын болса, тәшбих бар. Егер осы екеуі бір өзі қалатын болса, яғни мушаббах тұсқап, мушаббах бih қалатын болса, онда ол истиғара болады. Истиғара тасрихи болады. Егер керісінше мушаббах бih тұсқап мынау айтылатын болса, ол истиғара не болады? Макния болады. Және әрқайсысы өз реттерімен жалғасып кете береді. Оны егер қызықсаңыздар, неде истиғара баптарын, тәшбих баптарын ашып қарсаңыздар, сіздер солардың бәріне табасыз және көздеріңіз жетеді. Олай болатын болса, сіздер мажазды оқымастан бұрын, оның алдындағы не нәрсе жетті, соны түсініп алып абзал болады. Сол себепті егер мушаббах және мушаббих қалатын болса, онда бізде балағ ілімінде тәшбих балиғ деп атады. Тәшбихтің ең үлкен түрі ол тәшбих балиғ. Яғни мушаббах және мушаббах бih қалатын болса, оны тәшбих балиғ деп айтамыз. Егер сол мушаббах мушаббихтің біреуі қалатын болса, онда тәшбих несінен шеңберінен шығып, истиғара шеңберіне өтеді. Соны бізде истиғара деп атайды, және истиғараның өзінің бірнеше түрлері бар. Алдыңғы сабақта тағы да олар жайлы кеңірек түсіндіруге тырысамыз. Олай болатын болса, ең тәшбихтің ғалымдар айтуы бойынша ең қуатты түрі ол тәшбих балиғ. Тіпті Алла субхана Құранда да ондай өте көп қолданады. Мысалы үшін, Алла тағала Құранда Ахзаб сүресінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жұбайларын сипаттағанда оларды азуажуху уммахатухум дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әйелдері оларды, яғни мұсылмандардың, мұъминдердің аналары деп атайды. Яғни әйелдері аналары. Осы жердегі бұл жерде де ғалымдар айтады, осы жерде тәшбих бар дейді. Тәшбихтің қай түрін тәшбих балиғ деп атайды. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жұбайлары қалайша мұсылмандардың аналары болады деген түсіндіреді. Азуажуху пайғамбарымыз әйелдері тәшбих бар. Уммахатихим аналары сияқты фи тарахум, яғни мейірімді танытуда аналарға ұқсайды. Осы жерде Алла субхана тағала тәшбих балиғты қолданып Құранда не істеген? Әдәт тәшбих алып тастаған, кә деген. Sonra сол сияқты уәжшаббах алып тастаған. Сол кезде тек қалған мушаббах және мушаббах бih, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жұбайлары мушаббах, несі болатын болса, мушаббах бih қайсыңызде аналары. Яғни Алла субхана тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жұбайларын сахабалардың аналарымен теңестірген. Яғни сахабалар дегенмен бізде де қамтыды. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеге салғаннан кейін оның жұбайларына үйлену харам. Баршамызға белгілі болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қасиеттерінің бірі, егер пайғамбарымыз дүниеден қайтқан болса, қайтқаннан кейін Алла елшісінің жұбайларының ешкімнің үйленуіне хақысы жоқ. Өйткені тарихта білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүние салғаннан кейін кейбір адамдар бұл жерде дұрыс түсінуіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әйелдеріне қамқорлық етемін деген ниетпен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тірі кезінде, егер пайғамбар дүние салатын болса, мен осындай кейбір әйелдеріне, яғни нақыл айтатын болсақ, Айша анамызға кейбір сахабалар егер пайғамбар дүние салатын болса, мен сол кісіге қарайласам деген сөз айтқан кезде осы Құран аяттары түседі. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әйелдеріне ол кісі дүние салғаннан үйлену харам деген сөз. Біз бұны не үшін айттық? Жалпы тәшбих балиғ түсіну үшін айттық. Енді біздің негізгі қарастыратын бұл мәселе емес, мен сіздерге тек қана бір ескерту үшін айтып отырмын. Тәшбихті бір қарап, қайталап, қорытып келгіздер. Өйткені біздің арғы мәселелер осыған тікелей байланысты. Онда біз иншалла түсіндіретін боламыз. Олай болса, келесі мәселе бізде тоқталатын ғилмул баянды кішкене болса да еске түсті деп ойлаймын. Көпшілігінің тәшбих мәселелері таныс болса керек. Енді айтады шейх. Мен қолыма ұстаған кітап бұл Тухфатул Ихуан деп аталады. Тухфатул Ихуан деп аталады. Фи ғилмул баян. Бұл кітаптың авторы Ахмад Дардир деген кісі. Ахмад Дардир рахимахуллаху тағала Мысыр елінің Әл-Асқар университетінің үлкен шейхтардың бірі. Бұл кісі өзі дүние салған жылы хижриден 1201 жылы дүние салған. Мысырдың
Саид деген елді мекені бар, оңтүстігінде орналасқан. Сол жерден туылып өскен ғалым, кейіннен Аляска университетіне келіп сол жақта сабақтар берген Малики мазхабын ұстанушы. Және бұл кісі ихсан іліміне, яғни адамның ішкі жан дүниесін тазалау іліміне өте көп көңіл бөлген ғалымдардың бірі. Және осы кісінің Тухфатул Ихуан деген 2 кітабы бар. Бірінші Тухфатул Ихуан деген кітап ол бізбен істеп жатқан қазір неге қатысты, балиға іліміне қатысты кітабы, баянға қатысты. Екінші бұл кісінің Тухфатул Ихуан деген кітабы бар, ол ішкі жанмен тазалау, тәзкият нәпсі бағытын жазған кітап, өз алдына ерекше еңбектердің бірі. Сонымен қатар бұл кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауаттар жинағы бар, пайғамбарымыз саллаллаху жазған. Сол себепті кейбір ғалымдар айтады, қандай да бір ғалым дейді, егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қадір қасиеті жайлы немесе сол кісі салауат жазған болса, сол бағытта кітаптар жазған болса, міндетті түрде Алла субхана тағала сол адамды қабыл етеді дейді. Сол себепті мысалы ислам әлемінде қанша да үлкен ғалымдар бар. Сол ғалым егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтуға, жазуға көңіл бөлген болса, Алла субхана тағала міндетті түрде ол кісінің мерейін үстемеледі дейді. Сол арасында мысалы имам Хаджар Асқалани рахимахулла, имам Сюйути рахимахулла, сонымен қатар осы Мысыр елінен шыққан үлкен ғалымдардың бірі ол Ибрахим Баджури сынды ғалымдардың бәрі Алла елшісіне салауат және Алла елшісіне мақтаулар жазған себепті Алла тағала ол кісілердің ислам өміріндегі биік шоқ жұлдыз болуына нәсіп еткен. Енді біздің қолымызда кітап бұл Тухфатул Ихуан деген кітап. Кітап өзі негізінде бірнеше кезеңдерден тұрады. Бірінші кезеңі ол мәтін. Имам Ахмад Дардир рахимахулла кітап бірінші мәтін жазып шығарады. Кейіннен сол мәтінге өзі шарх жазады. Және ол кітаптың үстемдігін арттырған сол имам Ахмад Дардирдің шәкірті бар, Солви деген. Солви ол осы имам Дардирдің көптеген кітаптарын түсіндіріп жазған. Сол кітаптардың бірі мысалы үшін имам Дардирдің атақты қалған кітаптардың бірі ол Халидатул Бахия деген кітап. Бүкіл ислам әлемі белгілі. Ашғари мектебі болсын немесе Матуриди мектебі болсын, кез келген адам Ахлу сүннат ақидасын қалағысы келсе, алғашқы баспалдақтан бірі ретінде осы Халидатул Бахия кітабы ол шариғи ілім беретін мектептерде, яғни бізде орналасқан, мысалы үшін бұрынғы Сирия елінде орналасқан Фатх медресесі болсын, немесе Мысырдағы Аляска университеті болсын, сондай жерлердің бәрінде ақида ілімін тәй-тәй басып кеткен адам міндетті түрде Халидатул Бахия мәтінін жаттап, соның Ахмад Дардирдің шархы бар, соны оқып, сөйтіп ақида жайлы дұрыс көзқарас қалыптастыратын болған. Осы кітапқа, яғни Ахмад Дардир жазған кітабына Халидатул Бахия кейіннен осы шәкірті Сауиді хашия жазады. Сол арқылы кітаптың да несі берекеті одан сайын өсе бастайды. Сөйтіп осы кітапқа бірінші имам Ахмад Дардир бірінші мәтін жазған. Кейіннен сол мәтінге ол кісі шарх жазады. Кейіннен сол шархты әкеп хашия жазған ол кімнің Ахмад Дардирдің шәкірті ол Алламату Сауи. Сөйтіп ол кітапқа өздері ұстазының кітабына қызмет істеп, кейін осы кітаптың кең танылуына себепкер болады. Жақсы, олай болатын болса, бұл біздің кішігірім кіріспеміз болды. Алла оқылатын кітабымызға және мақсатымызға. Бұл кітапта біз иншалла көбінесе көңіл бөлетін нәрсе ол мәжаз мәселесі. Мәжазның бөлінетін түрлері, мәжазы иснади болсын, мәжазы ақли болсын, мәжазы лұғави болсын, соларға қатысты мәселемен кейін танысып, Алла нәсіп ететін болса, бұл осы дәрістердің соңында біз иншалла көптеген Құран аяттарының және пайғамбарымыз хадистерінің оңтүстігінде бір септігі болады деген ойдамыз. Шейх Ахмад Дардир рахимахулла сөзін бисмиллахир-рахманир-рахим бастайды. Баршамызға белгілі болғандай, ғалымдарымыз кітаптарды жазып бастаған кезде міндетті түрде сөздерін бисмиллахир-рахманир-рахим бастаған. Оған қатысты бірнеше не бар, себеп бар. Бірінші сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі, кез келген іс егер ол жерде бисмиллахир-рахманир-рахим болмаса, ол жерде береке болмайды деген. Екіншісі, ғалымдар кітаптар бисмиллахир-рахманир-рахим жазады. Себебі Алла тағаланың кітабы Құранға еліктеу ниетінде. Өйткені Аллахтың кітабы еліктеп жазылған нәрселердің түбінде береке болады. Сол себепті кез келген кітапта бізде бисмиллахир-рахманир-рахим жазады. Енді және әрбір ғылым иесі
кітап жазған кезде қай бағытша жазылса соған көп көңіл бөлетін болған. Мысалы үшін бисмиллахир-рахманир-рахимді егер луға кітаптарда болатын болса, онда сол жағын шарттауға тырысады. Мысалы үшін егер кітап наху саласында болса, онда соны жазған адам оның еуропа қандай болады, мына жерде қандай мәселе бар, не себептен роф болыпты, не себептен касра болыпты деген сияқты мәселені кеңірек талдайды. Бұл наху саласы мамандары. Ал енді ақида мамандары осы бисмиллахир-рахманир-рахимді талдайтын болса, онда олар алла деген сөз не білдіреді, алла тағаланың есімдері, исмул азам яғни алла субханаху ең ұлы есімі қандай, соған қатысты ғалымдардың көзқарастары, есімдер мен сипаттың айырмашылықтары талқылайды. Яғни бұны ақида мамандары. Егер осы сөзді, мысалы бисмиллахир-рахманир-рахим егер усул фикта болатын болса, оны усул фик тұрғысынан шарттайды ғалымдарымыз. Усул фик тұрғысынан қалай шарттайды деген кезде, яғни осы жердегі бәрінің қызметі қандай, исімнің қызметі қандай, бұл ам ба, бұл хос па, мұштарық па, муаввал ма, яғни өздерінің салаларында, яғни усул фик саласы бойынша соны тереңірек талқылауға тырысады. Ал енді фиқ маманды талқылайтын болса, осы бисмиллахир-рахманир-рахимді, онда оларды өздерінің саласы бойынша талқылайды. Яғни бисмиллахир-рахманир-рахим намазда жария айтылу керек па, немесе іште айтылу керек па, және жалпы бисмиллахир-рахманир-рахим Құран аяттарын бір есептеле ме, есептелмей ме, оны есептеледі, есептелмейді деген астарға қарай фиқта оның әсері бар. Сол себепті әрбір ілім иесі соны қай ілімді бастап жатқан болса, қай іліммен кітап жазып жатқан болса, сол тұрғысынан шарттауға тырысады. Бисмиллахир-рахманир-рахимді. Сол себептен аяқта шейх бисмиллахир-рахманир-рахимді балаға ілімі болған себепті немен пайғамбардың хадисінде және алла тағаланың кітабы Құранға елеттеп бисмиллахир-рахманир-рахим жазды. Және үшінші нәрсесі үміті алла субхана тағаланың есімімен басталған нәрседе береке болатындығында. Кейіннен әдеттегенше ғалымдарымыз бисмиллахир-рахманир-рахим бастағаннан кейін әл-хамдпен басталады. Әл-хамдпен басталады. Оған қатысты ғалымдар әл-хамдпен бастауының бірнеше себептері бар. Сол бірнеше себептері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бастаған хадисінде қандай да іс ол жерде алла тағала мақтаумен басталмаса, ол жерде береке болмайды деген тағы бір хадис бар. Жаңа айттық қой, бисмиллахпен басталмаса деген хадис бар, сонымен хамдпен басталмаса деген хадис бар. Енді ғалымдарымыз осы екі хадисті бір-біріне қайшы қоймай, керісінше бірге амал істейік деп екеуін қатар қояды. Сол бисмиллахир-рахманир-рахим альхамдулиллахи раббил аламин деп кітаптарын бастайтын болған. Екінші себеп, алла тағаланың кітабы Құранға еліктеп екен. Құранда бисмиллахир-рахманир-рахим альхамдулиллахи раббил аламин сөйтіп басталады. Сол себепті ғалымдарымыз осылайша ретікпен кітаптар жазған өзінде астан бір хикмет болған. Және тағы басқа себебі, өйткені ол жерде кез келген іс бастайтын кезде адам алла тағалаға мақтау айтпай бастайтын болса, ол жерде де береке болмайтындығы анық. Сол себепті ғалымдарымыз кітап жазған кезде оны бір әбестіктен немесе бір басқа себеп жазбай, оның әрқайсысының өзінің несі бар, астында үлкен пайдалар бар. Сол себепті шейх рахималла тағала кітаптарды өстіп бисмиллахмен және әлхамдулиллахмен бастап жатыр. Енді Европа жағынан мысалы бисмиллахир-рахман қалай айтылады, оның шарттарын өзі ұзақ. Мысалы үшін енді тұрып алла деген сөз қалай пайда болған, жалпы неге алла деп аталады, осы жердегі әлифләмнің қызметі қандай, иләх деген не, оның да ақида саласында кең талқылау болатын. Кейін мысалы ар-рахман, ар-рахим екеуі де мұштақ сөздер, яғни бір түрден шыққан, екеуі рахма деген сөзден шығады. Енді рахман мен рахимнің айырмашылықтары жоқ, әлбетте екеуінің арасында айырмашылық бар. Енді айырмашылықтар болатын болса, қайтып қолданады, немесе рахма деген сөз тілдік мағынада ол жүрегін жұмсартуға қолданады. Алла тағаланың хақысын олай қолдануға бола ма, болмай ма? Бұлардың бәрі ақида кітаптарында кеңірек айтылады. Енді мен бұның бәрін айтып отқан нәрсем осы нәрсе, осы көзқарастар бар екенін білу өте. Бірақ біздің дәрістеріміз ол нәрсеге көңіл бөлмейді. Яғни біздің дәрісіміз көбінесе алдыңғы сабақта өтеді, иншалла мажаз, тәшбих, киная және истиғара мәселелері көп тоқталады. Бірақ ондай ақида мәселелеріне көп тоқталмаймыз, өйткені біздің дәрісіміз ол бағытта емес. Шейх айтады:
әдеттегенше Аллаға мақтау және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтып сөзден бастағаннан кейін Алла тағала кітабына ертеп, пайғамбарымыздың хадистерін ертеп, сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға мақтау айтып бастағаннан кейін альхамдулиллахи аля ман ан'ама дұға сөздер, иә. Альхамдулилля, мақтау болсын лилля Аллаға, аля ма ан'ама минал баян, бізге баян берген Алла тағалаға мақтаулар болсын. Осы жердегі баян деген сөз екі түрлі мағына білдіреді. Бірінші, баян деген сөз Алла субхана тағала бізге анық сөйлей алатын сөз бергені Аллаға мақтау болсын. Баян деген сөз ол сөйлей алу. Өйткені адамның қаншалықты нәрсе айтса да, соның ішінде ең керемет баян алатын ол тілі. Мысалы біз не істеуіміз, жазуымыз мүмкін, бірақ оның еліне бірі түсінбеуі мүмкін. Тура сол сияқты ишарат көрсетуіміз мүмкін, ол адамның түсінбеуі мүмкін, бірақ ең қуатты нәрсе ол тілмен жеткізу. Сол себепті альхамдулиллахи лази ан'ама минал баян. Алла тағала бізге не берді? Сөйлеу құдіретін берген. Және өз ойымызды анық ашып жеткізе алу мүмкіндігін берген Алла тағалаға мақтаулар болсын. Бұл бірінші жағынан. Екінші жағынан ғалымдар бұл жердегі баян деген сөз, ол мағына қанып тұрған жоқ дейді. Яғни баян деген сөз бізбен сіздердің сөйлеуімізді меңзеп тұрған жоқ дейді. Бәлки балағ әлемдегі айтты ғой, баян деген бап бар деді ғой, иә. Айлмул баян, айлмул маани, айлмул балиғ деп. Сол айлмул балағадағы бірінші бап баян ілімін меңзеп тұр дейді. Яғни баян деген сөз соны меңзеп тұр дейді. Яғни бұны бізде араб тілінде барауату истихлал деп атайды. Барауату истихлал деп аталады. Сіздерге жазылайық. Барауатул истихлал. Барауату истихлал дегеніміз сөздің басында немесе мұқаддима кіріспесінде сен бір сөз айтасың. Ол сөз сенің недегі негізгі тақырыбында білдіріп тұр. Мысалы үшін шейх маяқта альхамдулиллахи лази аля ма ан'ама минал баян деп айтты ғой. Баян деп айтты. Баян деген сөздің бірінші мағынасы мантиқ деп фасих дедік, яғни сөйлей алу құдіреті болса, біріншісі. Екіншісі бұл недегі баян деп тұратын нәрсе ол ильмул баян. Ильмул баян. Екі нәрсе бар, ильмул баян бар, сосын не болды? Мантық бар. Мантық дегеніміз, мантық деген адамның сөйлей алу, өз ойын жеткізе алатын болса, тағы мағынасы ол ильмул баян деп тұр. Бұны нәрсені барауат истихлал деп атайды бізде. Яғни сіз айталық мысал үшін жұмада мысалы имамдарға қатысты ба? Жұмада мысалы уағыз айтайын деп жатырсыз. Айталық мысал үшін уағыздың тақырыбы ол ерлердің мысалы отбасын жауапкершілік алуына қатысты. Мысалы үшін сондай неде жұма тақырыбының жүзінде жатырсыз мешітте. Сөйтіп сіз сөз бастаңыз. Альхамдулиллахи раббил аламин. Әлемде Алла тағала мақтау болсын. Алла тағаланың жер бетіне мейірім бетіне жіберген пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам, Алла тағала ерлерге сәлем болсын деп жатырсыз. Сонда Алла тағала ерлерді әйелдерден нафақа беру арқылы үстем болғаны Алла тағала мақтау болсын. Алла тағала Құранда әр-риджалу қауамуна ала ниса деген аят айтқан. Аятты айтпастан бар, мысалы сол жердегі аятты білдіретін затты айтып жатырсыз. Сөйтіп Алла тағала еркектерді әйелдерден бір саты жоғары қойған. Ол бір саты жоғары қоюдың мақсаты ол нафақа мәселесі. Алла субхана тағала осы арқылы еркектер жоғары қояды. Еркек адам мысалы осындай тақырыптарды ашпай жатып, сіз Аллаға мақтау айтып жатып, осы сөздерді қосасыз ішіне. Осылайша еркектерді әйелдерден бір саты жоғары қойған Алла тағала мақтау болсын, тағысын сөз айтып жатырсыз. Яғни сіз негізі тақырып көшкен жоқсыз, негізінде әлі сіз кіріспедік тұрсыз, бірақ сіздің сөздеріңіз, басында сөздеріңіз қазір тақырыпта не нәрсе болатынын меңзеп тұр. Не нәрсе, яғни бүгінгі жұманың уағызы, яғни ерлердің әйелдерден жоғары болатын және ол мәселе нафақа мәселесі екенін сіз айтып тұрсыз. Бұл негізде барауат истихлал. Тура сол сияқты мына жерде шейх рахималлаху тағала ильмул баянды меңзеп тұр дейді. Альхамдулиллахи лази ма ан'ама минал баян деп айтты. Минал баян деген сөз арқылы не меңзеп тұр? Ильмул баян меңзеп тұр.
Оның нәрсе бізде ханафи мазхабының кітаптары өте көп. Мысалы үшін Ибн Абидин рахималлаху таала ханафи фиқхтарда мысалы кітабын бастаған кезде Альхамдулиллахи би'инаятихи деп айтады. Би'инаяти біз айтқан кезде мысалы үшін имам Бабарти рахималлаху тааланың хидая шартын айтып кетеді. Сосын тұрады да ол биная деп кетеді. Биная деп Бадрин Айнидің несін хидая шартын, яғни кітаптар бастарында ханафи мазхабының бірнеше кітаптар айтып кетеді, бірақ негізінде сөзге қарайтын болсаңыз Алла тағала мақтап жатыр. Бірақ сол мақтаған кезі сөзден бері ол ханафи мазхабындағы бір арқа сүйер фиқ кітаптарының бір мензе кетіп отыр. Оны біздің елінде барағатан истиклал деп атайды. Шейх ары қарай айтады, илмул баян, иә. Үстіп минал баян деп айтады. О алхама минал тибиян. Тура сол сияқты Алла тағала бізге алхам деген сөз адамға бұны дейді мәйет илейінса мен антарикател файт дейді, яғни Алла тағала пендесіне ешқандай ыждағат істеместен келетін нәрсеге илхам деп айтады. Алла субхана тағала Құранда Мұса пайғамбарымыздың анасына илхам болғанын айтады, яғни ол жердегі уахи мағынасы илхам мағынасында. Илхам дегеніміз Алла субхана тағаланың пенделеріне жүрегіне салатын бір нәрсені бізде илхам деп айтады, алхам. Сол себепті алхама минал тибиян, яғни сондай бізге Альхамдулиллахи аля ма ан'ама минал баян, бізге сөйлеу құрметін берген, сонымен қатар илмул баян, яғни мәжаз кинаясы, соны бізге түсінуге нәсіп еткен Алла тағала мақтаулы болсын. Сонымен алхама минал тибиян, тибиян түсірген нәрсе, тибиян түсіндіргеніміз. Бұл жерде тибиян деген мақсат Алла субхана тағаланың кітабы Құран деп тұр. Яғни Алла субхана тағалаға мақтаулы болсын, бізге баян, яғни сөйлеу нәсіп еткен, сонымен қатар бізге алхама, бізге түсірген тибиян. Яғни бұл жердегі тибиян деген сөз жаңағы тибиян деп кейбір жерлерде бұл неде қолданады, Алла тағаланың кітабы Құранда. Бірақ бұл жердегі мағынасы баян сөзінің мағынасының күшейтілген формасы деген. Яғни тек қана түсінуде емес, терең түсіну нәсіп еткен, терең бізге ашықтау нәсіп еткен Алла тағалаға мақтаулар осында жатыр. Яғни бұл жердегі баян деген сөз, біз кейбір сөзді біз айтып бере аламыз. Мысалы үшін мен сізге бәрі түсіндіріп отырмын, сөздерін қайталап айту мүмкін, немесе ойымды жинақтай алмай бірнәрсе түсіндіру мүмкін, бірақ бұл жай баян болады. Түсіндіре алдық, жетті болды. Ал енді кейбір нәрсені әсерлі болатындай, адам оқыған кезде мысалы үшін адамның ішкі жан дүниесіне әсер ететін деңгейде жеткізе алу, ол басқа деңгей. Сол себепті баян жай түсіндіріп болатын болса, тибиян болатын болса, одан да артық деңгейде. Яғни Алла субхана тағала бізге кей адамдарға береді сөз шешендігі, сөз қоры, немесе сөз саптауы, тіркеулері керемет болады. Соны бізде тибиян дейді. Сөйтіп сол себепті Алла субхана тағаланың осында бізге нәсіп еткендеріне мақтау болсын деп шейх рахималлах сөзін жалғастырып жатыр. Сол себепті араб тілінен келетін тибиян деген сөз осы мағынаны қуаттайды. Жалпы ғылымда, араб ғылымда зерттеп жүрген мамандар бойынша тиф'ал уәзініне келетін сөздер саны өте аз дейді. Кейбір ғалымдар оны тек төртеу жеткізген. Соның бірі мысалы тибиян болатын болса, тилқо, тибиян, тилқо, сосын тағы да бір сөздер келеді, төрт-ақ сөз бар деп. Тибиян, тилқо, тағы екі сөз бар, қазір екімен кетеді, бірақ осы сөздер тек қана тиф'ал уәзініне келетін сөздер ғалымдарымыз түсіндірген. Олай болатын болса, біз бүгінгі кітабымыздың кішкене бас жағына кірдік. Қатты созбай қойып, осы жерден түсінікті болды деп ойлаймын. Алла нәсіп ететін болса, ары қарай кездескен уақыттарда сабақтарды жалғастырып тұрамыз. Иншалла келесі сөзімізді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бастап, ары қарай кітаптың мәселені танысатын боламыз. Ахир дауғана